Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге асқабақ пен картоптан жасалатын тағам түрін ұсынамын. Өте оңай жасалады, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: пияз, картоп, асқабақ. Осы үш қосындыдан біз керемет дәмді болып шығатын тағам жасаймыз. Пиязымызды майдалап турап, майымызға қуырып аламыз. Сосын картопымызды саламыз. Мен ірілеу етіп турадым. Сіздер майдалау етіп турасаңыздар да болады. Картопымыз 5-10 минуттай қуырылғаннан кейін томатымызды қосып қуырамыз. Содан кейін асқабағымызды салып, дәміне қарай тұзымызды, приправамызды салып аламыз. Ыстық суымызды кішкене ғана құйып, қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Бұл тағамды етпен жасасаңыздар да болады, етсіз жасасаңыздар да дәмді болып шығады. Мінекей, тамағымыз дайын, өте дәмді болып шығады, иісі де бұрқырап тұр, және де өте оңай жасалады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Менің каналыма тіркеліп, қолдап жіберіңіз. Сау болыңыздар.